1908 жылдың 30 маусымында таңертең орталық Сібірде көптеген куәгерлер аспанда таңғажайып көріністі бақылады. Үлкен жарқыраған нысан ысқырып аспаннан ұшып өтті де, артынша күшті жарылыс толқыны пайда болды. Бұл оқиға сол уақыттан бері көптеген ғалымдардың назарын аударды. Көптеген гипотезалар ұсынылды: метеорит құлауы, шар найзағай, кометаның сынықтары, газ жар. Кейбіреулер тіпті бұл оқиғаны бөтен планеталық кеменің апатына жатқызды. Алайда тағы бір қызықты гипотеза бар, ол Тунгуска оқиғасына нақты жер адамының қатысы болуы мүмкін деген ойға негізделеді. Бұл адам Никола Тесла. Тесла тарихтағы ең ұлы ғалымдардың бірі, оның өнертабыстары адамзаттың дамуына үлкен ықпал етті. Хорватияда көптеген елдерде білім алған серб ғалымы Тесла бүкіл әлемге өзінің ерекше ойлар мен жаңашылдықтарын ұсынды. Никола Тесла өзінің ғылыми өмірінде көп нәрсеге қол жеткізді. Ол айнымалы ток жүйесін жасап, жоғары вольтты трансформаторлар мен электр моторларын ойлап тапты. Тесланың өнертабыстары қазіргі электр энергиясы саласының негізін қалады. Оның арқасында бүгінгі күнде біздің үйлеріміз жарықпен қамтамасыз етіліп, өнеркәсіптік өндірістер жұмыс істеп тұр. Тесла радионы ойлап табуда да маңызды рөл атқарды. Оның патенттері радио құрылғыларын жасауға негіз болды. Робототехника мен рентген аппараттары да Тесланың идеяларынан бастау алды. Ғалымның мұрасы оның тәжірибелерінің қауіптілігімен де танымал болды. Тесланың Колорадо Спрингстегі зертханасында өткізген эксперименттері кезінде ұзындығы 40 метрге жететін найзағайлар пайда болды. Бұл найзағайлар жақын маңдағы тұрғындарды үрейлендіріп, олардың үйлерінде және айналасында ерекше электрлік құбылыстарды тудырды. Мұндай тәжірибелер Тунгуска жарылысының себебі болуы мүмкін деген болжамға алып келді. Дегенмен ғалымдар бұл оқиғаның нақты себебін анықтай алмады, себебі ешқандай метеорит қалдықтары немесе кратерлер табылған жоқ. Тек үлкен аумақтағы ағаштар құлап, топырақтың шамадан тыс магниттелуі байқалды. Никола Тесла адамзатқа арзан электр қуатын сымсыз жеткізу идеясын жүзеге асыруға талпынды. Ол бұл мақсатта Лонг-Айлендте үлкен мұнара тұрғызды, онда өзінің фантастикалық тәжірибелерін жүргізе бастады. Мұнара арқылы өткізілген тәжірибелер кезінде аспанда алып найзағайлар пайда болып, олар Атлант мұхитының үстінен ұзын сызықтар түрінде көрінді. Нью-Йорк газеттері бұл құбылысты ерекше сипаттап, мұнара арқылы атмосфераның әртүрлі қабаттарының тұтанып, бүкіл ауаның жарыққа толы болғанын жазды. Тесла өмірінің соңына дейін өзінің үлкен жобасын аяқтай алмады. Оның басты мақсаты әлемді сымсыз электр энергиясымен қамтамасыз ету болатын. Ол әлемнің кез келген нүктесінде жерге түйреуішті қадап, арнайы құрылғыны қосу арқылы электр қуатын алуға болатынына сенімді еді. Алайда бұл идеяны жүзеге асыру үшін қажетті қаражат жетіспеді, және Тесла өз жоспарын аяқтай алмады. жылы Тесла Лонг-Айлендтегі мұнара арқылы алғашқы эксперименттерін жүргізіп, көптеген құпиясын ашты. Бірақ оның қаржылық қиындықтары оның жобасын аяқтауға мүмкіндік бермеді. Соған қарамастан, Тесла әлемдік ғылымға баға жетпес үлес қосты. Оның идеялары мен өнертабыстары қазіргі заманғы технологиялардың дамуына негіз болды. Тесла ойлап тапқан және жасаған көптеген құрылғылар бүгінгі күнде де қолданыста. Тесла адамзатқа арзан және қолжетімді электр қуатын беру туралы армандады. Ол әлемді шексіз энергия мұхитына батырып, кез келген адамға қуат көзін ұсынуды мақсат етті.
Оның көзқарастары мен жаңашылдықтары бүгінгі күннің көптеген ғалымдарын шабыттандырып, технологиялық прогрестің қозғаушы күші болды.